Машып тұрған пункт. Бұл пункт терапиясы қазір сіздер екіге бөліп аласыздар. Пунктты бөліп алып, өздеріңіз дөңгелек қылып қоясыздар. Бет қылып. Болды. Ал енді біз пунктмен амандасамыз. Амандасу жаттығусын орындаймыз. Қалай амандасамыз? Сәлем пункт. Сәлем пункт деп қолымызбен амандасамыз. Сәлем пункт. Сәлем пункт. Сәлем пункт. Ал енді пункт біздің саусақтарымызбен амандасқысы келіп тұр. Оң қолмен амандасам. Сәлем саусақ. Сәлем саусақ. Сәлем саусақ. Ал енді сол қолымызбен. Сәлем саусақ. Сәлем саусақ. Сәлем саусақ. Енді пунктты ортаға жинаймыз. Енді қолымызбен тақылап басамыз. Қолымыздың ұшымен күнмен жүріп шығамыз. Жүреміз. Ал енді ол қалай болады? Гүлдің суретін салып шығамыз. Негіз осы пункт терапия оқушыға жақсы күшті әсер береді. Қол моторикасын жақсы дамытуда пайдасы өте зор екен. Bir-birimizге жақсы тілек айтып, бір-бірімізге сыйлаймыз. Так, Садақат. Мынау әдемі гүлде осындай әдемі жүзімен әрқашанда күліп жүре бер. Гүлзат апай, мерекеңізбен құттықтаймын. Жұмысыңызға сәттілік, тек қана алға баса беріңіз. Дәл осындай әдемі күлкіңізбен жұмысыңызға да, отбасыңызға да бақыт, береке тілеймін. Жақсы, рахмет.